Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Қарбыздың пайдасы және дәнінің пайдасы жүкті әйелдерге қаншалықты пайдалы екенін видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ерекше пайдалы ақпараттар болады. Қарбыздың тәтті бөлігі мен шырыны шөл басады, несеп жүргізеді. Дәндерінің қан тоқтататын және ішек құртын түсіретін қасиеті бар. Қарбыздың жұмсағы мен одан дайындалған шырын ағзадағы шлактарды сыртқа шығарып иммунитетті жақсартады. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемімен салауаты болсын. Егер де аяғы ауыр әйел қарбыз жесе, сымбатты әрі көркем мінезді бала туады деген. Қарбызды әрбір жүкті әйелге жеуге кеңес береді. Себебі құрамындағы фолий қышқылы баланың алғашқы даму жолына атсалысады. Тіпті фолий қышқылын біз таблетка түрінде қолданып жатамыз. Оның табиғи көзі қарбызда екен. Иммунитетті көтеріп, сонымен қатар анемияны ретке келтіріп, қан аздықты алдын алатын темір және ана мен балаға өте қажет кальций да осы қарбыздың құрамында бар. Сол үшін қарбызды жүктіліктің алғашқы аптасында жеген дұрыс. Арықтау сіздің психикаңызға ауырлық түсіріп, ауыр жағдайда өтпеуі керек. Тіпті қарынның қатты ашылуына да жол бермеңіз. Тойымды әрі калориясы төмен фигураның бұзылуына еш әсер етпейтін азық-түліктер бар. Оның бірі қарбыз. Қарбыз жеп 40 келіге дейін салмақ тастауға болады. Диета ұстауға қиналасыз ба, әрдайым диетаны бұзып ала бересіз ба? Ендеше қарбыз сіздің қарныңызды күнзаққа тоқ етіп жүргізуге көмектеседі. Қарбызды қалағаныңызша жей беруіңізге болады. Себебі оның 100 граммы 25-30 калориядан тұрады. Бұл өте күлкілі екені рас. Құрамында су көп болғандықтан да қарынды тез тойдырып, шөлді басатын қасиеттерге ие. Қарбызды күн сайын жейтін болсаңыз, аз күнде салмақ тастай аласыз. Қарбыз тек ерекше дәмімен ерекшеленбейді. Бұл жемістің адам денсаулығына пайдасын құрамында В, С, Р дәрумендерінің болуымен түсіндіруге болады. Құрамында темірдің болуына байланысты тәтті қарбыз қан аздықпен күресуге мүмкіндік береді. Қарбызды таңдау кезінде соққы іздерінің болмауын тексеріңіз. Себебі қарбыз жол үстінде немесе басқа жағдайда соғылған кезде ғана жарылған жерге бактериялар түсуі мүмкін. Ал бактериялары түскен қарбызды сіздің денсаулығыңызға зиян тигізбесе пайда әкелмейді. Қарбызды 3 жасқа толмаған балаларға беруге болмайды. Қарбыздың орнына ана сүті мен таза су беріп өсірген дұрыс. Қарбызды көп жеген адамдар білгені дұрыс. Қарбыздан ұшынған өте жаман. Егер ұшынып қалса, жағдай өте қиын болады. Сондықтан бұзылған, соғылған, піспеген қарбызды жемеген абзал. Қарбыз дәнінен ұнтақтап шай қылып ішуге болады. Сонда ішек қарын жолдарын тазартып, ағзадағы түрлі аурудан аман сақтап қалады. Қарбыз дәні адамдарды зиянды паразиттерден құтқарады. Ол үшін оны жылы сүтке салып, араластырып 1 апта таңертең және кешке ішкен дұрыс. Ғалымдардың айтуынша қарбыз дәні бүйрекке өте пайдалы. Сонымен қатар есте сақтау қабілетін жақсартады. Құрметті тыңдарман, бүгінгі сіздерге айтылған пайдалы ақпараттар пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тегін ақпараттармен көптеп бөлісемін.